Ассалаумағалейкум ағайын. Жарылы болатын жігіт байталын атқа сатады. Жалғыз қалатын жігіт ағайын жатқа сатады депті аталарымыз. Өзімде болмасам да ағайында болсын, ағайында болмаса маңайында болсын деп, әуелі ағайын бауырларының тілеуін тілеген халықпыз. Ағасы бардың жағасы бар, інісі бардың тынысы бар дейміз. Ағасы жақсының ауылы азбайды, жеңгесі жақсының жеңі тозбайды дейміз. Айта берсе, ағайын туыстың қадірін білдіретін алтынға барабар асыл сөздеріміз аз емес. Ендеше сіз боп, біз боп, солардың біразына тоқталып өтейік. Бірге тумақ болса да, бірге жүрмек жоқ. Бала күнінде бір көрпенің астына сыйған адамдар, әрбірі бір-бір отбасын құрған соң, тұрмыстың талабымен, тірліктің ыңғайымен жан жаққа тарап кетуі заңды нәрсе. Келе-келе олар қазаны басқаның қайғысы басқа болып, әркім өз отбасының әбігерімен болып кетеді. Жетем деген ұлды бағып, кетем деген қызды бағып, өмір өтер сырғы бағып дегендей, отбасының жауапкершілігін мойнына алған отағасының жағдайында түсінуге әбден болады. Ағайынның алыстан сыйласқаны жақсы. Бір-бірін сүйіп қосылған, бір-бірінсіз өмір сүре алмастай болған ер мен әйелдің арасында да әртүрлі себептермен ыдыс аяқтың салдыры естіліп қалып жатады. Ал ағайынның арасында түсініспеушіліктер болып қалса, бекерге көңілдері суып кетуі мүмкін. Өмірде ондай жағдайлар болмай тұрмайды. Сондықтан мінездері сәйкеспейтін, шекісіп, шоқысып қала беретін ағайындар бір-бірін ығыр қылмай, сағынысып қана жолығып тұрса, қадірлірек болады. Ал ең дұрысы, мінезіңді көркемдеп, кешірім жолын ұстанып, кең пейілдік жасасаң, жақынырақ жүргенің әрине абзал. Өлеңді айта алмайды арындаған, мақтамас өзін өзі дарынды адам. Дос болмас бірін-бірі кешірмеген, бір-бірін туыс болмас сағынбаған деп, қазақтың қара өлеңдерінде айтылғандай, сағынысудың өзі туыстыққа тән қасиет қой. Ай көрмесе ағайын жат, жыл көрмесе жекжат жат. Қазақта көзден кетсе көңілден кетеді деген сөз бар. Адамның жаратылысына ұмытшақтық тән. Күн астында ып-ыстық болып жатқан темір құралды көлеңкеге қойып қойсаң, сәлден соң салқындап кететін секілді, адамдар да жиі көрісіп жүрмесе, бірте-бірте араларындағы жылы қарым-қатынастары суый бастайды. Ақырында бір-бірін іздемек түгілі, бір-бірінің бар екенін ұмытып та кетеді. Сондықтан жақын туыстар, ағайындар көбірек араласып, жиі-жиі қонаққа шақырысып тұрған жөн. Бала бірте-бірте алыстай береді. Әкесін әкемес жай таныстай көреді деп, ақын Қадыр Мырза айтпақшы, бүгінгі жақын дегендерің бір күні жат болып кетуі оп-оңай. Сосын бір күні ағайын ашшы, мал тұщы деп отырғаныңды бірақ байқайсың. Бір ескерте кететін жағдай, ағайынды мен ағайын деген екі ұғым. Алғашқысы бірге туған дегенді білдірсе, кейінгісі немере, шөбере, кейде одан да әріректен қосылатын туыстарды айтады. Адам жылқы мінездес, алыста жүрсе кісінеседі, жақындап кетсе тебіседі. Сағынысып жүріп, сағынышы басылған соң әртүрлі мінез сыртқа шығып кете береді. Сондықтан кейде ағайынның алыстан сыйласқаны да жақсы. Ай батса қалар дала күңгірт болып, көктемде қой өледі қылғырт болып, барында бауырларды бағалайық, қалармыз біз де бір күн жым-жырт болып деп, қазақтың қара өлеңінде де бауырларды барынша бағалауға шақырады. Ағасы бардың жағасы бар, інісі бардың тынысы бар. Қазақ жаман айтпай жақсы жоқ деген. Сондықтан біз де бардың қадірін білу үшін жоқтан бастайық. Мысалы, жалғыздың үні шықпас, жаяудың шаңы шықпас. Ойнап жүрген топ баланың ішінде көп ағайындылар да бар, бір атадан жалғыз да бар делік. Ағайындардың кез келгені жалғызды қағып соғып кете алады. Жалғыз бала қарсылық көрсетсе, ағайындылар жабылып кетеді. Жалғыз амал жоқ үнсіз қалып құтылады. Бұл жағдай үлкендердің де арасында кездесе береді. Жаяудың шаңы шықпас дегені
Бұрынғы ауылға кіретін көшелердің ешбірінде асфальт жоқ кезде ауылға атты адамдар келе жатса, алыстан шаң көрінетін еді. Ал жаяу қайтып шаңдатып келеді. Жалғыздық туралы тағы бір мақалдың бірі: жеңіме жамау түскенін жарылық сенен көремін. Жағама қолдың батқанын жалғыздық сенен көремін. Мақалдың алғашқы жолында жарылының, яғни кедей адамның бүтін киімі болмай, амал жоқ жыртығын жамап киетін айтылса, келесі жолында осы сөзді айтушы адам жалғыздықтан көрген жәбіріне налиды. Осы екі мақалдан кейін әуелгі ағасы бардың жағасы бар, інісі бардың тынысы барды түсіну оңай. Ағасы бар адамның алды ашық, уайымы жоқ. Ағасы қолынан келгенше бар жағдайын жасап береді. Ал інісі бар адам шаршаса, жұмысын інісіне тапсырып қойып, дем ала алады. Тынысы бар дегені сол. Ағайын тату болса, ат көп, абысын тату болса, ас көп. Татулық бар жерде түсінісу, сыйласу, береке бар. Бірінің атын бірі сұрап мініп, баратын жеріне арып ашпай-ақ, қысылып қымтырылмай-ақ бара алатын болады. Қалай жетем, кіммен барам деп уайымға салынбайды. Абысындар өзара тату болса, бірін-бірі дастарханға шақырып, барымен сыйласып, бүтін бидайды бөліп жеп, жарты тарыны жарысып жеп, мәре-сәре болып жатады. Тату үйдің тамағы да тәтті. Ертеде бір-бірімен тетелес өскен екі ағайынды жігіт әйел бала-шағасымен бір шаңырақтың астында өмір сүреді. Екеуі де, әйелдері де әй-шәй деспей тату-тәтті ғұмыр кешеді. Енші алып бөлек кету тіпті ойларында да болмайды екен. Балалары да туған бауырдай бір-бірімен араласып, құраласып кетеді. Олардың мұндай татулығына сүйсінген ауыл адамдары бір күні екеуінен мұның сырын сұрағанда, ағасы інімнің мықтылығы шығар десе, інісі ағамның кең пейілділігінің арқасы ғой. Ата-анамыздың тәрбиесі де осындай болатын деп жауап береді. Мұны естіген әйелдері, яғни абысындар: бұл жерде біздің де бір талай үлесіміз бар-ау, бұлар соны ескермеді ғой, онда бір қызық жасайық деп өзара жоспар құрады. Арада біраз уақыт өткенде ет жеп отырған інісіне әйелі: осы қайнағам біздің балаларымызға үнемі артық сыйрақты береді. Көрдің бе, өз балаларына адамдардың алды болсын деп алдыңғы сыйрақты беріп отыр деп сыбыр ете қалады. Мұны естіген күйеуінің көңіліне күдік ұялап, ойланып қалады. Осындай ұсақ түйек дүниелер жинала келе, інісінің көңілінде ағасына деген ыза, кек пайда болады. Кез келген нәрсеге бола ілінісіп, үнемі керісіп қап жүреді. Ақыры араларына сызат түсіп, інісі басқа жаққа қоныс аударуға бекінеді. Ашуы тарқамаған күйі үйді жығып қой деп әйеліне тапсырма береді де, өзі ауылдастарынан үй көшіретін ат іздеп кетеді. Алайда ешкімнен жарамды ат табылмай, кешке үйіне келсе, әйелі үйді жықпай отыр екен. Жықпағаның дұрыс бопты, ешкім ат бермей жатыр дейді, салы суға кетіп. Әйелі: олай болса, бір қойды сой, кешкі астың қамын жасайық дейді де, малдың сирақтарын алып, мынаның алдыңғы сирағы қайсы, артық сирағы қайсы, айырып берші дейді күйеуіне. Күйеуі ары қарап, бері қарап, ажырата алмаған соң ағасынан барып сұрайды. Ағасы да ажырата алмайды. Сонда әйелі: алдыңғы сирақ пен артық сирақты ешкімді ажырата алмайды. Біз сіздердің сыйластықтарыңыздың қай жерге дейін жететінін сынамақ болып, осындай айлаға барған едік деп назданады. Сонда өзінің қателігін бірден түсінген інісі ыңғайсызданып: етіңді көбірек сал, менен бір қателік кеткен екен деп, аға жеңгесін қонаққа шақырып, кешірім сұраған деседі. Демек, туысыңмен тату тәтті болудың бірде-бір кілті абысындар арасындағы сыйластық екен. Ата ұлын күндеген атасына жаумен тең. Ата сөзін білмеген бұлағы жоқ таумен тең. Туған ұлына басқа біреу жамандық ойлап жатса, қандай әке онымен дос болар еді? Ал сол жаман ниетті адам өзінің баласы болсашы. Бір әкеден туған жігіттер бірін-бірі күндеп жатса, әкеге одан үлкен қайғы бар ма? Дұшпанның дәлдеп салған найзасынан досыңның саусағымен шерткен ауыр деп айтылмай ма қазақтың қара өлеңінде? Бауырмалдық сезімнен жұрдай безбүйрек адамды
Таңдайын құрғап сусаған кезіңде бір тамшы нәр бере алмайтын бұлағы жоқ тауға теңеуінің сыры осында болса керек. Қазақ негізінен өте бауырмал халық. Баяғыда жаугершілік заманда атына оқ тиіп жаяу қалған бауырының қасына бір жігіт шауып келіп, артында отырған баласына: "Ей, атасы бөлек, аттан түс" деп, өз баласын аттан түсіріп, бауырын мінгестіріп ала кеткен деген аңыз ел ішінде өте көп айтылады. Оның мәнісі бауырды балаңнан да артық бағала деген болса керек. Бала қашан да табылады, ал бауыр табылмайды. Жиен ел болмас, желке ас болмас. Жиен нағашы жұртында тәрбиеленіп өссе де, ер жеткен соң өз еліне қарай көшіп кетуге мәжбүр болады. Өйткені ел ішінен оны бөлектейтіндер табылады. Мұндай жағдай әрине бөтен адамдар араласпаған, тек аталас ағайындар тұратын ауылдарда жиі болады. Бұрынырақта көп әңгіме бір рудың ішіндегі мәселелерге байланысты туындап жатқанда, руы бөтен жиен өзінен өзі бөлектеніп шетте қала береді. Бала кезінде көп байқала бермегенмен, есейгенде елге сіңісу қиындап кетеді. Ол да өзінің ағайындарымен араласқысы келеді. Өзін бөтен үйде жүргендей сезінеді де, өзіне өзі "Есің барда елің тап" дейді. Жиенді желкеге теңеуінің сыры осында болса керек. Ал желкеде ауыз толтырып асайтындай ет болмайды. Омыртқа сүйегінің арасын шұқылап отырып тоя қоймайсың. Баяғыда жоқшылықтың ауыртпашылығына шыдай алмай, бір үйдің ерлері ұрлық жасап қолға түсіпті дейді. Заңы қатал ел болса керек, патша ұрыларды өлім жазасына кеседі. Жаза орындалар кезде бір әйел патшаның алдына жылап келеді. Жағдайының қиын екенін, асыраушылары өлтірілсе, шиеттей бала шағасының да өмірлері ұзаққа бармайтынын айтып зар еңірейді. Оған жаны ашып кеткен патша әйелге: "Жарайды, жағдайыңның тым ауыр екенін ескере отырып, біреуін аман қалдырайын. Қайсысын таңдайтыныңды өзің айт" деп салмақты әйелдің өзіне салады. Әйел қайта жылайды. Қолға түскен үшеудің бірі күйеуі, екіншісі ұлы, үшіншісі інісі болатын. Үшеуі де қиятын адамдар емес. Дегенмен әйел інісін аман қалдыруды сұрапты. Оған таңданған патша: "Қойныңдағы күйеуің мен ішіңнен шыққан балаңды емес, үй жайы бөтен ініңді таңдағаның ақылға сыймай тұр" дейді. Сонда әйел: "Тақсыр, маған бұлардың үшеуі де аса қымбат. Ешқайсысын өлімге қимаймын. Амал не? Ақыр біреуін ғана таңдауым керек болса, онда маған інімді босатып беріңіз. Себебі өлгеннің артынан өлмек жоқ. Біраз күн жылармын. Тірі адам тіршілігін жасап, уақыт өте келе ол қайғыда ұмытылар. Басым болса әлі жас, күйеу табылады. Күйеу табылса бала да туылар. Ал бірақ әке шешесі жоқ адамға басқа бауыр табылмайды ғой" депті. Әйелдің ақылдылығына риза болған, әрі көзі көріп отырған қайғылы жағдайға жүрегі елжіреп кеткен патша әйелге күйеуін де, баласын да аман есен қайтарып беріпті. Жай кезде көп ескере бермейтін бауырларымызды бағалай білейік ағайын. Тауда болар тарғыл тас, тарықса шығар көзден жас. Қанды көйлек кисе де қиыспайды қарындас деп аталарымыз бекер айтпаса керек.